Жоба тақырыбы жасанды интеллект арқылы қазақ тілін дамыту. Өзектілігі: жасанды интеллект күнделікті өмірге енуде қазақ тілін заман талабына сай дамыту үшін жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдалану аса маңызды. Мақсаты: жасанды интеллект технологиялары арқылы қазақ тілін дамыту жолдарын анықтау, тиімділігін көрсету және нақты ұсыныстар ұсыну. Міндеттері: ЖИ-дің тіл үйретуі рөлі зерттеу, қазақ тіліндегі қиындықтарды талдау, ChatGPT, қазақ AI тағы басқа мүмкіндіктерін қарастыру, сауалнама жүргізу, тәжірибелік жұмыс және мәтін құрау талдау. Жасанды интеллект қазақ тіліне алғаш рет кешенді түрлі қолданылды. ChatGPT көмегімен қазақша мәтін жазу және оқушылардың жасанды интеллект қолдану деңгейі зерттелді. Қолдану салалары: медицина, қаржы, өндіріс, көлік, білім және тіл үйрету. Тіл үйретудегі мүмкіндіктері: сөйлеу мен жазуды түсіну, қателерді түзету, аудару, мазмұн. Тіл үйретудегі мүмкіндіктері: сөйлеу мен жазуды түсіну, қателерді түзету, аудару, мазмұнды толықтыру. Артықшылығы: үздіксіз үйрену және тілектермен жұмыс істеу қабілеті тіл дамытуды тиімді құрал бола алады. ЖИ-дің білім мен тіл дамыту саласындағы қолдануы: білім беру саласындағы қолдануы, адаптивті оқыту платформалары, автоматталған бағалау, аудио-видео контент, мұғалім жұмысының жеңілдету. Тіл дамыту бағыттары: аударма жүйелері, Google Translate, қазақ AI, тілдік модельдер, ChatGPT, қате түзету құралдары, дыбыстық тану мен синтез. Қазақ тіліне арналған платформалар: сөйле кезі, бала тілі, қазақ AI. Артықшылықтары: уақыт үнемдеу, қателерді тез түзету, жеке оқыту бағалары, қашықтан оқытуға лайық, шексіз ресурс қолжетімділігі. Қазақ тілін дамытудағы заманауи мәселелер: тілдік алшақтық, цифрлық контент тапшылығы, ғылыми кәсіби тілдің дамымауы, тілдік ортаның жоқтығы. Ағылшын тілінің үстемдігі, әлеуметтік желідегі әлсіздік, коммерциялық үлгінің болмауы. ЖИ құралдарының қазақ тіліне әсері: әсер ету саласы, аударма, мәтін құрастыру, дауыстану және синтез. ChatGPT, Google Translate, қазақ AI сынды жүйелердің қазақ тіліндегі мүмкіндіктері. Жүйе: ChatGPT. Мүмкіндіктері: мәтін жазу, сұхбат, ақпарат беру. Шектеулігі: стильді қателер, грамматикалық шектеулер. Google Translate. Аударма, мәтін оқу, конспекті түсінбеу, мағына бұрмалау. қазақ AI. Дыбысты тану, морфология, мәтін дыбыстау, қолдану аясының тарлығы. Жасанды интеллект көмегімен қазақ тілін дамытуының болашағы. Болашақ бағдар, мақсат, әсері: адаптивті оқыту, жеке бағдарлама құру, тиімді оқыту, қызықшылық арттыру. Нейрожелі модель: тілді терең түсіну, тілдік модельдерді сапасын арттыру. Дауыстық көмекші: қазақша сөйлену, сөйлеу тілі дамиды, аударма жүйесі, тілдік кедергі жою, қазақ тілін жаһандық тіліне айналдыру. Интерактив оқулық: қате түсіндіру, өз бетінде оқуға мүмкіндік. Зерттеу бөлімі: практикалық жұмыс, сауалнама нәтижесі, оқушылардың ЖИ-ді қолдану тәжірибесі. Сұрақ: ЖИ қолданыс бар? Я 87%, жоқ 13%. Қазақ тіл дамыту ЖИ қолданасыз ба? Я 62%, жоқ 38%. ChatGPT арқылы қазақ тілінде мәтін жаздыңыз ба? Я 54%, жоқ 46%. Google Translate қолданасыз ба? Я 85%, жоқ 15%. Қазақ AI-ді білесіз бе? Я 38%, жоқ 62%.
жиі қазақ тілін дамытуға пайдалы деп ойлайсыз ба? Я 91%, жоқ 9%. Нәтижелер ісі тақырыпта менің отаным қазақ тілі ұлттық құндылық сияқты болды. Мәтін грамматикалық жағынан сауатты, тіл байлығы орташа деңгейде. Әңгіме оқушылардың тапсырған әңгімелері құралым сақталғанымен ұлттық нақыш жеткіліксіз болды. Өлең қысқа шумақтар жазылған, ұйқысы мен өлшемдігі кемшіліксіз кездеседі. Қорытынды жасанды интеллект тіл дамытуға жаңа мүмкіндік көзі. Қазақ тілдегі деректер аз, морфологиялық құрылымы бар. Оқушылар жүйеге қызығушылық танытады, бірақ қазақша функциялары шектеулі. ChatGPT сияқты жүйелер қазақ тілінде жұмыс істейді, бірақ грамматикалық кемшілігі бар. Жиі тілді қорды байлату және жазу сөйлеуді дамыту құралы бола алады. Қолдану аясы әлі де шектеулі. Этикалық және қауіпсіз қолдану маңызды. Ұсыныстар мемлекеттік деңгейде арнайы бағдарлама қабылдау қажет. ЖО мен IT компаниялар бірігіп, қазақша жүйе үлгілерін жасау, білім беру ұйымдарын жүйеде оқу үдерісіне енгізу, мұғалімдерге курстар ұйымдастыру, жүйе арқылы жасалған контентті лингвистикалық сараптамадан өткізу, онлайн платформаларды жүйе арқылы жаңғырту және жетілдіру, цифрлық ортадағы қазақ тілін насихаттайтын жобаларға грант бөлу, қазақ тілге жиі қолдану мәдениеті, құқықтық нормаларын